Meni абьюзер дей қоймай, еще бүгін кола әкеп беріпті өзінше деген. Ужас. Ужас. Сен сондайсың. Бірақ мойындамайсың. Ой, қиын қылдың тіпті. Сен де абьюзерлердің қатарынан барсың ғой. Екінші орындасың почти что. Бірінші орын Әлекең, міне Әлібек деген мырза еді что. Көбісі сұрап жатыр екен, ол кісі кім деп. Бұл кісі өзінше қыздардан кім деп ойлайсыз деген кезде, бүкіл қыздар милый, ешқандай ондай қыз жоқ деп жатыр еді. Болмады. Бәрі мақтап па? Сіздей адам көрсін, көзім шықсын деп андай бір сахабалармен пара-пар болып сіздер. Ой, бір мағаймен жаман қызғам қылғам сіздер. Міне Ержан тоже абьюзерлардың қатарында. Сен тоже барсың ғой сен абьюзерлардың қатарында. Гоха, сені көрсетші деді елдің бәрі, типа, кім ол Гаухар деген. Түріне қарасаңыздар ашық жоқ, мынаның бәрі не көрінді деймін кеше мен абьюзер деп. Жандос, не көрінді маған? Неге? Ойбай, мынау қайдан шықты? Бас жүлде Альмира, бірінші орын Альмира, екінші орын Альмира, көрермен көзайым Гоха. Орынды ешкім баса алмайды, Ужас. Сенің чемпиондығыңды ешкім жеңе алмайды. Тақтан ешкім бола алмайды. Оның өзі бір бақыт емес пе бұған дейді. Болыңдар, жұмысқа кірісеміз. Бол! Кет, жұмыс істейміз, болыңдар. Не мынау жамырап әлі жүрсіңдер, 2 болды сағат. Абьюзер дейді ғой еще мені. Тіпті. Үлгіре алмай қалды. Қызғанып қалдыңыз ба? Иә, екеуі оңбаған. Сөйлесе береді, қайта. Мен шығып кетсем болды, мынау бүйтіп тұрады екен, бүйтіп бәрін ойласып жатыр. Екеуі әңгіме айтып тұрса, жаймен артынан келеді. Ұстап бүйтіп. Қазір өз-өзіме келіп, кішкене адам болып, сыртқа шығып бара жатырмын құрбыларыммен. Бүгін эфирде жаным Аида жылап қалды. Ол жаққа барған кезде енді шынымен де ғой, Аида айтқандай өз жарымызды іздеп барамыз, бірақ арасында жанымызға жақын достар пайда болады да. Соның бірі Аида болатын. Айгүл де бар жаным. Аида қатты жылап қалды, жаным, мен сені де қатты жақсы көрем. Жобада болмаса да сыртта араласамыз, араласуымыз үзілмейді. Главное, сен бақытын тапсаң, мен соған қуанам. Сол, мен сені де жақсы көрем. Азып жылағым да кеп тұр кішкене. Бағана жылағандарым әлі кетпей жатыр ішімде. Сол, барлықтарын жақсы көрем. Сол енді. Айгүл, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Бүгін мен мынандай сұрақ қойып жатырмын. Егер де сиқырлы таяқшаңыз болса, ең бірінші қай тілегіңізді орындайтын едіңіз деп? Сиқырлы таяқша болса, екінші қойылады, бірақ басқаша қойылғанда, кажется. Иә, 3 арман деп айттым ба? Сиқырлы таяқша туралы. Сол барлық арман енді көп қой бәрімізде. Соның ішінде біреуін ғана орындау керек болады, сол орындалатын болса. Ең маңыздысы. Біреуін ғана орындау керек. Иә, соның біреуі ғана орындалады. Оны айтыр ғой. Солай екен. Көңіліңіз күшті ма? Жақсы. Денсаулығыңыз қалай? Настроениеңіз қалай? Ешкім тиісіп жүрген жоқ па? Сондай. Солай мәз болып жүрдік осылай. Эфирді көріңіздер. Сіз жаңа бірақ ақыркеме бүйтіп ұрысып қалайын деп қалдыңыз ба? Жоқ, андай ғой, кішкене ұқсас ситуация ғой екен мүмкін. Достар, негізі мен бұрында қысқа киім өте көп киетін, қысқа киімдерге прям әуес болатын. Енді білмеймін неге екенін, себебін бір маған өзіме ұнайтын, бүйтіп аяғым ұзын, бойым ұзын деген сияқты қылып. Бірақ енді қазір көп киімге кеткеннен кейін ба, бүгін бір киім тапсырыс берген болатын, шамалы қысқалау болып қалды да енді маған. И сонымен либо қысқалау болып қалды негізі, бірақ айтады, стилистателер айтып жатыр, что қатты қысқа емес деген сияқты қылып. Только отырған кезде қысқа болады деп. Бірақ бір уже киімге кеткеннен кейін ба, как будто бір қысқа сияқты көрінеді екен ше, андай бір неудобно, что ли, бір андай болып тұрады, непривычно. И сол ойлап отырмын ғой, кимей тастап кеткеннен кейін кішкене андай болып, біртүрлі болып жүрмін деген сияқты. И бәрі біртүрлі қарайды да, андай сен неғып бұлай киініп алғансың деп. Хотя бүкіл қыз киіп жүреді да негізі қысқа киім, бірақ
көп көрмегеннен кейін адамдарға да кішкене бір түрлі екен, бірақ маған в целом образ қатты ұнап тұр, шамалы қысқаға болмаса. Сол Сержан эфирден кейін келді. Сержанның екеуміздің мүлдем ұқсамайтын бір жеріміз бар. Ол Сержанның тамақ талғамы. Сержан всегда осындай бір сливочный соус деген нәрсе дейді. Мен осындай қуырылған нәрселерді қатты жақсы көремін. Мен просто диета и форма соблюдать етемін. Сонда мен диета соблюдать етпейді, семізден келіп тұрмын. Сен просто тума стройныйсың ғой. Я мысалы мен шашлык күтіп отырмын, шашлыгым келген жоқ. Еще бұл кісінің тамағы всегда бірінші келеді. Осындай андай бір қызық бірдеңелерді жейді ше. Мен мысалы мынаны вообще жақсы көрмеймін, мынандай жареный нәрсе ұнайды. Сол тамақ күтіп отырмын. Мис оңай емес бізде. Мис оңай емес. Достар, всем ассалаумалейкум, қайырлы күн. Бізде бүгін жақсы бір күн болып тұр. Погода, қараңыздар мә. Қараңыздар. Сен боқтама. Мына мақал. Жақсы бір. Неден болып жатыр. Бәрін қуырып жесең ғой кезең. Бәрін бір-бірін деп дәлет. Бір күні өсіп ұстайық та ше. Үйде бірдеңе ет болмай қалған кезде ше. Алаяқтап тұрлап тойымыз ба? Бопты ағайындар. Ондай неге жетпейтін шығармыз әлі. Бопты ағайындарымыз қазір Отырда эфирге келеміз. күнде қауіпті болатын бопты ше. Қазір шешем қазір қылқым шешем. Ой, күнде қауіпті. Мен түсіріп алайыншы тәке. Қасырет бар бәле. Мен қошақан боласың, мен аяйын боласың деп айтайын деп жүрмін.